короче, Шымбулакка барып жатырмыз. Сноуборд, шаңғы тебуге. Біз тур таңдадық. Турдың пакетіне туда-обратно жол, экипировка, шаңғы, сноуборд кірді. Ал черепашка, балаклава және тамақтану бөлек болды. Черепашкаларда алғаш рет Скарлспид тарамасында көрген еді. Розовая? Такая милая. В общем, советую всем смотреть. Осыған дейін кішігендер бар ма? Сноуборд, лыжи или бәрінде бірінші рет бар? Де атмосферасы ұнап жатыр, ауа райы да жақсы болды. Астанадан келгендер үшін Алматының суығы онша месіпай өтпейтін сияқты. Айбат болып киініп алып, макияж алмау, короче, бірақ соңында алба-жұлбаның шығып кеткенін кім білсін. Ізіне қазір прикол болады, қараңыздар. Миг в голове и со стороны смешно. Шымбұлақта әлі шаша тұр. И өзімнің сияқты творческий стилде сноуборд көзілдіріксіз жүрдім. Бұл біздің кезекте тұрған сәттен. Түнде барғандықтан адам өте көп болды. Ал новичоктарға арналған склонда адам аз болды. Енді бірінші рет сырғанауға келген соң тренер болды әлбетте. Мен барынша бетті жауып жүрдім, суыққа болмайды себебі. Күндіз келуге повод енді, түнгі көрініс айбат болғанмен күндізгі көрініске жетпейтін сияқты. Постоянно кішкене көтеріп тұру керек. Сендер аяқтың үшін до конца. Тренермен сәт және волшебный ковер немесе траволатор деп айтылады екен мына подъемник. Мен, короче, отырмын. Шашып кеттім сәл. Қазір түсемін сырғанап. Өте қызықты атмосфера. Біз сосын заведенияға келіп тамақтанып алдық. Қызықты момент, склоннан түскен кезде бисмилля деп автоматты түрде сырғанауды бастайды екенсің. И бұл моменттер, и тут мен қазір құлаймын, сосын аударыламын қайтадан. Жай естелікке видео. Маған өте қатты ұнады. Келесі сапар ол Қарағай.